Жақта Алинка қазір р дыбысымыз қалай қоятынының ережелерін көрдік, иә? Енді ат шабадын жасағанда біздің тілшігіміз әдемі көрінеді. Қараңызшы, мамасы тілшік қалай ашылып жатқанын көріп жатсыз ба? Біз бұны ухачискамен тартып жүрміз. Шақылдамаймыз, тақылдаймыз. Тілі уже белсеніп көтеріліп қалды. Енді таңлайға қоямыз. Таңлайға тістің артына тығамыз. Тығылсын. Кеттік, дір. Тамаша. Тамаққа самаймыз тілмен. Д әрпін айтамыз. Д деш. Рға хабар бар. Кеттік. Деп айтшы. Сілекей жұтамыз. Мешать етіп атыр. Сілекей жұтамыз. Енді д. Тоқта, ұстап алайын мен тіліңді. Көтереміз. Д. Естіп атсыздар, иә? Рны. Дір дегенде үйренеміз. Тілімізбен үйде тіл жатуға. Д.